Ассалаумағалейкум бауырлар, алдарыңызда Корея елінен келген Kia K5 автокөлігі кәдірі Najasio. Сыртқы кузовтарына ешқандай шпаклевка жағылмаған. Қандай жағдайдағы 2013 жылғы капотының астында атмосферный 2 литрлі бензин мотор қозғалтқышымен алдыңғы жетектегі өзіне жарасында титандық дискілермен, шамдары линзалы, күндізгі жарық шамдарымен, туманкалармен, автокөлік осындай ақ маржан түстегі. Енді бұл автокөлікті қалай аламыз дейтін болсаңыздар, өздеріңіздің айдап жүрген кез келген жылы ескі автокөліктеріңізді бізге тастап, осы Kia K5-ті мініп кетсеңіздер болады. Бұл автокөліктің бағасы 8.790.000 теңге, алғашқы жарнасы 10%-дан бастап, сыртқы кузовтары, ішкі салондары, мотор коробкасы толықтай тексерістен өткен. Сыртқы кузовтары өте тамаша, полный комплектация. Есіктерінде бесключевой доступтармен панораманы көрдіңіздер ме? Қандай керемет. Ал ендеше ішкі салондарына келетін болсақ, барлық айырбақтар өз орында, кожаларының жағдайы өте тамаша. 4 жақты стеклоподъемник, құлақтарын реттеу, құлақтарын жабу, құлақтары BMW-ның МК құлақтары сияқты әдемі жабылады. Багажникті ашу, бензобактың крышкасын ашу, есіктерінің обшивкалары да жақсы, плавающий сиденье. Ал бисмилля автокөліктің ішкі салондарына келетін болсақ, 192.000 шақырымды жүріп өткен, оригинал пробегте артық бір чектары жанып тұрған жоқ. Қолға ыңғайлы руль, мультируль, дауыс ассистенттері, драйв мото, бұл жерде эко спорт режимдері қамтамасыз етілген, круз контроль, автомат коробка, обдув сиденье, подогрев сиденье, стақан салғыштарымен, машинада 2 зоналы климат контроль, push start, сенсорлы аудиосистема, Android, задний вид камераларымен, ішкі салон подсветка, қайрат ортасы функцияларымен, панораманы қарасаңыздар, қандай керемет. Шынтақ тірегіштермен, кожаларының сапалары өте тамаша, барлық айырбақтар өз орында. Ал ендеше автокөліктің артқы орындықтарына келетін болсақ, шынтақ тірегіш, стақан салғыштарымен, 4 орындығында подогрев сиденье қамтамасыз етілген. Мына кожаларды қарасаңыздар, қандай тамаша, жыртылмаған, бүлінбеген, кірленбеген. Ал ендеше багажникке келетін болсақ, мінекей багажниктің жағдайын қараңыздар, толығымен тап-таза, запаска ключтері толыққанды қамтамасыз етілген. Kia K5 ағайындар, Кореядан келген, полностью парктрониктары жұмыс жасап тұр, ақ маржан түстегі. Келіңіздер, көріңіздер, сыртқы кузовтарында ешқандай деталінде шпаклевкасы жоқ, сыртқы кузовтары да жақсы, ішкі салондары, мотор коробкасы да жақсы. Машина қазір от алып тұр, моторы сағат сияқты жұмыс жасап тұр. 2 литр турбина емес, 2 литр атмосферный ағайындар. Келіңіздер, біз сіздерді күтеміз. Ескі автокөліктеріңізді ауысуға дайынбыз.